Сендерге сөйлемдер шығады, соны дұрыс бұрыс айтамын, шулама бұл деп айтады. Кім жауап береді? Есептегілер қожаны сарып қожа деп атайды. Дұрыс па бірден? Дұрыс. Келесі. Кім жауап береді? Мектеп көшетсіз қаратай. Жоқ. Бош. Келесі. Мирас. Жанар жазды. Енет ойды ойнауға шақырады. Дұрыс па бұрыс па? Кімді шақырады ол неге? Келесі. Қожаға әкесі туралы айтқан кім? Сәйбек қарты. Апай жүрет. Дұрыс. Келесі. Қожаға мектепке бақа алып келуді тапсырған Оспан Пағай. Оспан Пағай ма? Мектепке бақа алып келіп тапсырған? Келесі. Медина жауап береді. Франция, Аргентина. Қойшылар тойында сұлтан жантаспен танысады. Дұрыс па бұрыс па? Кіммен танысады? Дәулетпен. Дәулетпен танысады. Келесі. Қожаны түзі жолға түсуіне себеп болған Майқан бапайдың сөзі. Недеген? Дұрыс. Келесі. Абубакыр. Майқан бапай Қысқа кеш өлеңін жаттауға берген. Яма? Жоқ. Дұрыс емес. Кім берді қысқа кешті жаттауға? Анфиса Михайловна, иә? Қожаның әкесіне қарыздар адам сұлтан. Қожа Анфиса Михайловнаны алтын адам дейді. Жақсы, біз барлық бітірдік. Сегіз сұрақ қазір жауап берді. Қазір фильмнен үзінді көреміз. Мұқият тыңдаймыз соны. Ondan çalakında böyle. Şaşından жақсы. Hayrat деген. Марқұм әкемнің шашында да осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам ол кісіні білмейтін адам бар. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кісі еді. Сенің оқу келмейді. Жақсы, біз бұл жерде үзіндеген туралы. Қожаның әкесі туралы. Осы бойынша тапсырма орындаймыз. Менде мына жерде чипсилар берілген. Сұрақтар жазған артында. Егер дұрыс жауап берсеңдер, осының ішіне салып чипсы жинаймыз. Қазір үш топ бойынша жауап береміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Қай топ жеңіске жетеді, соларға мен аяқ тапсырмасаңыз да смайлик деп қарап отырамын. Алтын жауап береді. Сендерге осылай қарақшылар жазып қойып үшеге жеке жауап береміз. Батыр қандайсың ба? Жоқпен бақылына деген өзі көрсетеді. Бірінші сұрақ қойыңыз. Және себепті дұрыс жауап тыңдаймыз. Тема ол болған істеген және сабақ. Сол себепті оны үшін алысқа шақырды. Келесі кім жауап береді? Әкесі туралы сұрады. Сол себепті қожаға айтады. Келесі сұрақ кімде тағы бар? Бәйбек деген ол мектеп Келесі. Сұрақты оқимыз. Сәбек қарт не үшін қарыздар әкесіне қожа? Айша? Өйткені ол байқаусызда атын тұтуға бәрі өте дұрыс жағдайсың. Келесі отыра ғой. Қожаға Сәбек қарттың сөзі қалай естіледі? Қожаға Сәбек қарттың сөзі өте қатты әсер етті. Неге? Сәбек қарттың өйткені Сәбек қарттың не себеп әсер етті? себебі оның әкесі туралы айтты. Әкесінің өте жақсы адам болғаны. Келесі сұрақ кімде? Альмира сен жауап береміз.
Зайбек аға өте ақылды, өте сыпайы, жақсы адам. келесі ең соңғы сұрақ бізде әднамазайға жауап береміз. Әкесі не себепті Зайбек атам Айнұрға көйлегінің құнын сұрамаған? Сұрамаған. Не себепті сұрамаған аттың құнын? Бағана үстінде де көрдік қой. Жандос көмектесеңіз. Себебі бұдан әкесі ол мейірімді және мейірімді адам. Мейірімді адам. Оны әдейі өлтірмегенін біледі, сол себепті қожа аттың құнын сұрамаған. Жақсы. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Топтасып орындаймыз. Барлығымыз бірге. Мен сіздерге үлгі көрсетемін. Қараңдар, бізде бұл жерде сол жағында шығармадан үзінді берген, ал оң жағында қазіргі кезбен салыстырамыз. Мысалы қараңдар, оқудан шынында мейлі біздің класс жетекшіміз Майқанова мені жамандай берсін, сотқа атып ұрса берсін. Мен өзімнің сол кездесті арманымды жанымның көрінде маздап жалған құпиямды жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып беремін. Менің кім екенімді ол өзі таңдап. Ол бізде шығармадан үзінді. Ал қазіргі кезде қандай? Қазіргі уақытта мұғалімдер мен оқушылардың арасында бұндай түсінбестік жоқ, иә. Мұғалімдер оқушыларды бұлай жамандамайды, араларында бір-бірімен сыйластық бар. Ақырындап жайлап бұзықтық болса, соны түсіндіреді, сол сияқты жазамыз. Сендерге Майқанова берген, иә, сендерге қожа. Тізім жасап болғаннан кейін Майқанова сөмкесін ашып, ол онан алып суйрап алды. Сол кездегі шамдар қадасып болған, ол орамалмен қоса шекарап шығып, сейтен үшін ойлар үстінде Қазіргі кезде салыстырамыз, тыңдаймыз. қазіргі уақытта балалар мұғалімдердің сөмкесіне бақа салмайды. Бақаны қабада табуға қиын. Балалар мұғалімдерге қожа сияқты қарсы шығуға қорқады. Келесі екінші өзінде де оқушы жасалады. Лауын шығарып жылдан оқиды, орын сатады. Шетелде су ішінің деп тұрып, абаға түсіп тұтыптым. Естесінде қағаздан суасыңды жіберде Жақсы. Бұл жерде бізде сәйге қарсы қалай атылып қалған екен. Енді қазіргі заманда оқыды. қазіргі кезде бәрімізде қарыздардың қатар болады және ешкімді түсінбейді. Мысалы, өлтіріп қойған, абайсызда өлтіріп қойған түсінбейді және ажалы сенен болды деп ажалы. Өте жақсы жарайсыздар. Келесі үшінші топ оқимыз. Педсовет аяқталды, жоқ тарай бастады. Мен ағаштан тезірек түсіп кетпекші болып едім. Бір ботинкем екі бұтақтың арасына кептеліп қалып шыға қойсыншы. Жылқы тартып қалғанымда мәсіға табаны дір етіп қарқып түсті. Мұғалімдер алды тысқа шығып та үлгерді. Ахмет пен Майқанова оқушыға бөлінен қарай бұрылды. Екеуі мен тұрған теректің тура түбінде өтіп бара жатты. Қадіров түбінде адам болатын бала дейді Майқанова. Орда бар деп қостады Ахметова. Екеуі былай ұшақ беріп мен жөнінде тағы бірдеңелер сөйлеп бара жатты. Бірақ мен анық ести алмадым. Мен Майқанованы қашып дұшпанын санап жүрсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтағаны барып жатқаны қалай болды? Айқындап осылай деді. Қазіргі кезде ата-аналар жиналысқа шақырады. Қазіргі кезде бала ағашқа шығып Аңдымайды. Ағаш. Болды ма? Жақсы. Екінші тапсырма бойынша мұғалім ағаны екінші топтың жұмысы олар өте нақты қазіргі заманмен салыстырып айтып көрсетпек. Келесі енді тақырып әр топтан екі оқушыдан шығады. Үшінші топтан Мирас пен Назым. Сендер кім шығады? Айтын айта білуші. Сендерге мына жерге мақалдар және сөз берген ақыл сөзді оқимыз. Сосын ақылдасып шығармаға қандай қатысы бар соны айтамыз. Сендерге ақылдасып бірінші оқимыз. Тыныш. Ең болмағанда ойына бір рет өзіңнен өзің есеп ал, абай. Шығармаға не қатысы бар бұның? Шығармаға ол бір жердегі ол өз-өзіне айналуында қарап тұрып есеп бергені. Тағы, Назым. Өзін-өзі тәрбиелейді. Біз бұны шығарманың қай бөлігінен көреміз? Құпия кеңесі, өз-өзімен жинақ өткізеді. Жақсы. Келесі. Бұл жерде жақсымен дос болсаң, сен сені ешқашан қалдырмайды. Ал жаман сені ұятқа қалдырады. Сондықтан жамандыққа жоламау керек. Сен сұлтанға жоламау керек. Бұл шығармада кімге қатысты бізде? Қожа сұлтан. Иә. Бұл бізде шығармада сұлтанға қатысты. Не себепті сұлтанға жоламау керек? Өйткені ол жамандыққа Иә, жаман жолға жетелейді. Жақсы. Келесі бірінші топ. Тыңдаймыз. Қожа баған салғаннан кейін мықты болып өз әрекетін мойындағанда оған ұят болды. Тағы да фильмде Тыңдаймыз. кеткенде бар ойлап қалды ол жоқшы деп. Одан кейін ол қатты ұялып қалды. Сабаққа дайындық істегенде ол қатты ұялған. Бірақ ол өлгеннен осылай ұялған жақсы. Керісінше ұялғаннан өліп кеткен жақсы деген сөз, иә? Келесі тапсырма. Барлығымыз қожаға қатысамыз.
сұрағымыз қожаның қандай қылықтары ұнады ұнамады сол туралы қожаға не айтқыларың келеді сол туралы қожаға не айтқыларың керек күшті хат жазуға ойлаңыз қайсыға ойлаймыз иә жазамыз Я сені сосын бірақ өте амалдысың. Мен сені екінші бәрі бала бұзық болады. Бірақ сұрсаң еріп кеткен қателік болды. Я әрине бұл өте кездеспейтін кезінде жоқ. Барлық бала туылда салып ақылды болушы дейді. Сол жақсы Айша құрметті қожа, мен сенің өзіңе есеп бергеніңе таң қалдым. Қазіргі тіпті үлкен кісінің өзіне есеп бермейді, бірақ кейбіреулері болады. Және сенің тапқанлығыңа қызықтым. Бірақ саған өтірік айтып қан емес кітап алғаның өзіңе жарасқан жоқ. Саған тек тәртіптілік, шыншылдық, әдептілік жарасар еді. Жақсы сау болуыңа құрметпен досым Мұстафа. жақсы